Баршаңызға сәлем. Бүгін осындай сельдь-под салатының ерекше жасалу түрімен бөлісемін. Ол үшін пищевой пленканы жайып алып, үстіне үкіштен өткізілген қызылша, морковь, картоп, жұмыртқа және де балықты арасына майонез жағып, осылай бірінің үстіне бірін қойып аламыз. Содан кейін пищевой пленканы ораймыз видеодағыдай. Формасын сақтап тұру үшін холодильникке 5-10 минутқа салып алсаңыздар болады. Содан кейін дәл осылай аударып ыдысқа бетін сәндесеңіздер болады. Өте әдемі әрі дәмді болып шығады. Ерекше болып сіздер де жасап көріңіздер. Назарларыңыз үшін рахмет.